сезім ба, қашан барасыз деймін. Ой, ол жақта кімге барама, не деп барам ол жаққа? Сен күнім десең, дәл бұлай сағынбас ем. Уалейкум ассалам. Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Тыныштық, аманшылық өздеріңізде. Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан. Қосылайыққа бармаймын, ағайындар. Қосылайықпен қазіргі таңда біз соттасып жатырмыз. Сондықтан ол жақта айтудың да қажеті жоқ. Білесіз, жақсы болса, сені сыйлап тұрған жерге адам үйірі болады, барғысы келеді да, барғың келеді. Енді халықтан да сұрау болып жатыр ғой, Алла разы болсын. Сезім бағына бар, қосылайыққа бар деп, рахмет үлкен. Енді өнер адамы болғаннан кейін, енді өнер адам қатарына жатқызсам болатын шығар, енді өзімді аздап тартып тұрады барлығы. Барғың келеді, елдің ықыласы бөлек қой негізі дегенмен де. Бірақ енді ортаға байланысты, іштегі бір адамға байланысты деген сияқты. Қазір таңда Астанадамыз. Алейкум ассалам, жақсы шүкір. Жақын арада бір сұхбат, осы мәселе бойынша сұхбат берсем ба деп отырмын да, жалпы енді. Енді екі передачада болдым, көп халық сұрап білмейді ғой енді. Біреу қуып жіберді деп жатыр, біреуі өзі кетті деп жатыр. Көп нәрсені білмейді, ішкі кухняны білмейді көп адам. Бұл сот мәселесі не үшін болып жатыр, неге болып жатыр, әділетті ма, әділетсіз ба деген сияқты. Қазір енді біраз әуреге салып қойған жай бар. Сондықтан бұл мәселені әділетсіздіктерді мен білесіздер ғой. Айтып кетесің ғой, айтпайын. Жақсы ауырмаңыздар. Тойға шығып жатырмыз, келеміз достар, иә. Әндеріміз дайын, тағы да әндер қарастырып жатырмыз. Алла бұйырса, алдағы уақытта жаңа әндер тартып етіп қалуымыз мүмкін, бұйырса. Сондықтан да сіздер қолдап қуаттап, көңіл бөліп қойсаңыздар, біз жаңағыда внимание деген аурумен ауырамыз ғой дейді. Рас, шыны керек. Ой бәрекелді деп жаңағыдай қолдап шабытты шақырар, шапалақ дейді ғой. Сосын ой бәрекелді, мынауың дұрыс екен, мына әнің жақсы екен, ана әнің ұнайтын еді деп көңіл бөліп қойсаңыздар, мәз болып қаламыз ғой. Жаңа ән қарастырып отырмыз қазір. Қаншаға шығасыз ба дейді. Тойға ма? Той енді ол қай қаладан, қаланың алыстығы, ұзақтығы, соған байланысты ғой, гонорар. Солай айтамыз соның ішіне. Жол бар кіріп кететін деген сияқты. Су ішкен құдығына түкірмесе дейді. Көп адам түсінген жоқ енді. Мен жамандап отқан жоқпын. Осы күнге дейін жамандасам, давно ашып жамандап тастайтын едім ше, ау деп. По факту болып отқан мәселелерді ішкі кухня мен білемін ғой, сіздерге қарағанда. Сіздер сырттан ойлайсыздар, мұса жамандап отыр, су ішкен құдығына. Бұл мақалдың бұл жерге вообще ни при чем вообще. Так что сіздер ақыл айтқанға бәріміз ұстамыз ғой, негізі күшті айтып қоямыз ғой. Бірақ енді олардың іс-әрекеттері адам сияқты көру керек қой. Сәлем. Амин. Сіздер де биіктерден көріне беріңіздер. Ой, маған қызық емес деген, Жігер Ауыпбаев кімге үйленді, қашан үйленді, сізге қатты қызық болып бұратса, парақша болмаса Алматыға адресін тауып барып сұрап не алсаңыздаршы. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы дейді ағайындар ғой. Бірақ енді бәрімізге енді информация бар, кімге үйленді екен деген сияқты қызығушылық болады бәрімізде. Бірақ енді баған бәрі именно Жігердің, басқаның не істеп жүргендігі. Жаңа ән болады бұйырса, Алла бұйырса. Ән қарап жатырмыз, іздеп жатырмыз. Айт онда шындық дейді. Айтылады ғой мәселе бұйырса. Сол шындықты айтсаң туғаныңа жақпайсың деген бар ғой ағайындар. Тура сөз. Жерден кеткен себебім де сол, Қосылайықтан кеткен себебім де сол ғой. Әділетті адам әділетсіз ортаға сыймайды.
өзімді шынында идеально деп бүйтіп мақтап тұрған жоқпын, көтеріп. Ну просто басынан сөз асыра алмаймын деген әңгіме ғой енді. Кейде сол нәрсеге сабыр етіп шыдасаң, өсесің. Білмеймін енді ол нәрсені былай. Өтіріктің уын ішіп өмір сүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық дей ма, не дейді, бір сондай сөздер бар ғой, әйтеуір бір. Мүмкін ақтаулы сөздер шығар. Астана суық емес. Розаға емес па дейді. Мен қайдан білемін, қайда кімге үйленгендігін, ой алла. Енді ол да интрига қылып жүрген шығар енді. Внимание тартып елге. Әркімнің енді өзінің несі бар ғой, енді елдің алдына шыққаннан кейін біреу көрсеткісі келеді, біреу көрсеткісі келмейді. Көрсетпегенде дұрыс шығар енді бір жағынан. Көрсетсе анаған ұнамайды, біреуіне ұнайды. Зачем оған біреуге көрсетіп, ой анауың дұрыс еді, мынауың дұрыс еді деген әркімнен әртүрлі ой пікір қабылдағаннан гөрі одан өзіне ұнады ма, соны істеп жүрген дұрыс қой негізі. Сөздеріңіз қатты екен Мұса және. Ой, Қуаныш Манатов, ассалаумағалейкум. Қай сөзім қатты тиіп кетті, родной? Ауырман тез жазып берді. Әумин, Алла разы болсын. Ауру енді бір жағынан сынақ деп білеміз, екінші жағынан бұл өзіміздің жасаған қателіктеріміз ғой негізі, сол үшін берілетін сынақ шығар деп ойлаймын. Привет, отлично. Кыргызстанға жалынды сәлем. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ол мақалды. Сол Бауыржан Момышұлы атамыздың қандағы, бойындағы бар кейбір қасиеттер бойымда бар сияқты мен енді. Әкемнің аты Бауыржан болғаннан кейін, Бауыржан ұлы болғаннан кейін. Қуаныш Манатов, родной. Биіктерден көріне бер, үйлен иншалла. Қызың бар екен, көріп адырық. Әйтеуір бүйтіп хат алысып, хат жазып, былай қал-жағдай күніге сұрамасақ та, бірақ әйтеуір инстаграмға шүкір сырттай көріп, әйтеуір оқытып қоямыз, әйтеуір молодец деп. Реакциямыз ішімізде. Рум қоңырақты алғи орта жүз. Әумин, әумин ағайындар. Енді мен кімге үйленсем де ол біреуіңізге ұнауы мүмкін, біреуіңізге ұнамауы мүмкін. Бірақ енді Алладан тілейміз. Жар іздеп жүрген, жігіт іздеп жүрген әрбір бойдақ қызға, жігітке екі дүниеде де қайырлы болатын. Бала-шағасы ертең мынау менің ата-анам дейтіндей. Және де сондай бала-шаға нәсіп етсін, мынау менің бала-шағам деп айтатындай. Басын тік көтеріп жүре алатын, абыройын көкке көтеретін сондай қайырлы ұрпақ, керемет жар нәсіп етсін деп тілейміз. Астанадан оқырмандарым көп беген, аз беген, соны түсіне алмай жүрмін да, ағайындар. Мен Астанаға келдім ғой. Енді бұл өнер ортасы Алматы десек те, тойдың ортасы Шымкент. Астана ненің ортасы деп келдің? Неге келдің? Деген сияқты сұрақ болады ғой сіздерде де, өзімде де. Только қазақ қызына үйленесіз ба дейді. Негізі Қазақстанда жүргеннен кейін қазақ қыз дұрыс шығар деген ой болатын тұғын бұрын соңды. Әке-шешемнің ойда сондай ғой енді. Қазір осында отқан бәрінің сондай ғой. Бірақ мен қырғыз екен, өзбек екен деп бөлмеймін ағайындар. Мен Қырғызстанда да болдым, біраз қырғыз қыздар бар, өте әдемі таныстарым бар. Өзбекстанда да жақсы қыздар бар. Оны бөліп жармаймын негізі. Екі елді құда қылып жатсаң, екі елдің ортасында жорға жүріп жатса, күшті емес па,